Бәріне сәлем достар, бұл Сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Киберспорт әлемінде болған соңғы жаңалықтарды бірге талқылайық. Біздің арнамыздың демеушісі Kingston Fury компаниясы екен естеріңізге тағы да саламын. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Нағыз шок жаңалық. Киберқауымдастық электрониктің трансферінен әлі шок болып отырса, командада тағы да үлкен өзгерістер болып жатыр. Қысқасы, Perfecto мен Hobbit енді Cloud9-да емес, және команда құрамы қайта жаңартылады деген қауесеттер расталғандай. Бұған дейін олар қосалқы ойыншылар рөліне ауысқан еді. CEO ресми дисбанд болмайды деп мәлімдеді. Сонымен қатар Бумичке қатысты теріс пікірлер тарап жатыр. Мысалы, Бумич келген соң команда күшейеді деп ойлаған едік, ал шынында барлығы керісінше болып жатыр. Оған қоса Cloud9 EWC 2024-ке жабық іріктеу ойындарында 2 рет даниялық Саши командасынан жеңіліп қалды. Біз бұлттармен не болып жатқанын түсінбедік. Аспанда қалықтап жүргенге ұқсайды. Абай Хасенов енді Cloud9 мүшесі болмасам да мансабымда әрі қарай жалғастырамын дейді. Ол соңғы жаңалықтарға байланысты өз пікірін білдіріп, команда оған тек жақсы естеліктер сыйлағанын айтты. Айтпақшы, екібастұздық Абай бір айдан кейін 30-ға толады, ал Perfectoның мансабының болашағын Overdrive, ол Falcons немесе Liquid командасына қосылады деп болжады. Electronic Virtus Pro командасы кем дегенде 1,5 миллион рубльге сатылды деседі. Бұл ақпаратпен Overdrive бөлісті. Бірақ қандай сома болса да, ең бастысы Electronic қазіргі уақытта өз мансабындағы жаңа кезеңге риза. Шарипов Телеграмдағы клубтың ресми арнасындағы видеода бұл командаға қосылуы туралы өз ойын айтты. Неге Virtus Pro деген сұраққа Electronic, мен бұл командада бала кезімнен ойнауды армандаған едім деп жауап берді. Оның қазіргі алға қойған мақсаты құрамды әлемдегі ең үздік командалар қатарына қосу. Team Spirit ойыншылары Яторо мен Донг әлеуметтік желіде клубтың ресми парақшаларының ашылуына байланысты қытайлық жанкүйерлер үшін мандарин тілінде видео түсірді. Видеоны түсіру үшін жасанды интеллект қолданылғанға ұқсайды. Өзімізде қазір жиі көмегімен видео түсіріп жүргендіктен бұны бірден байқап қойдық. Тіпті дәл қазір сіздердің алдарыңызда менің аватарым сөйлеп тұр. Бұған дейін Яторо Қытай сахнасының аңыз ойыншысы Амені құрметтейтінін айтқан еді. The International 2023-тегі спириттердің жеңісінен кейін Яторо өзінің негіне, яғни Аме иероглифін қосып, қытайлық ойыншысының есімін чемпиондар аегисінде мәңгілікке таңбалады. Құлаған тәж немесе павшая корона патчы Dota 2-ның танымалдылығын арттырды. Бірінші жаңарту актісінде жол аралық дүкендер Skyris Mage пен Vengeful Spirit кейіпкерлеріне арналған арканалар мен сокровищницаларды қосты. Бұл патчтың шығуымен 2022 жылдың қарашасынан бергі Dota 2-дегі ең жоғары онлайн көрсеткіш орнады. 21 сәуір күні кешке онлайн ойыншылардың саны 921 мыңнан асты. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда сәл аз. Не дегенмен нәтиже таңғаларлық. Соңғы 30 күндегі орташа онлайнда артты. Қазір сәуір айында 434 мың қолданушы бар. ESL1 Birmingham 2024 турнирі енді ғана басталғанмен қазірдің өзінде келеңсіз жағдайлар болып үлгерген. Bitboom Teamге Dota 2-де бакты өз пайдасына қолданған үшін, бір сөзбен айтсам, абьюз үшін екінші деңгейдегі айыппұл салынды. Бұл айыппұл енді турнирдегі олардың China G2 XIG командасына қарсы матчта әсер етеді. ESL ұйымдастырушылары нақты қандай баг екенін айтпады. Турнирдегі басқа жаңалықтарды айтар болсақ, Team Falcons А тобындағы матчта Shopify Rebellion мен тең түсіп, екі командада бір пайдан жинады. Чемпионат 22-28 сәуір аралығында Ұлыбританияның Бирмингем қаласында өтеді. Қатысушы командалар саны 12, ал жүлде қоры $1 миллион. Сауд Арабиясы киберспортқа ақша бөлуін тоқтатар емес. Риад Мастерс 2024-тегі әр іріктеу ойындарының жүлде қоры $1 миллион, ал турнирдің негізгі кезеңінің жалпы жүлде қоры $5 миллион құрайды. Аймақтық іріктеу 5 өңірде өтеді. Ол жерде ойыншылар осы жүлде қорларына таласады. Бұған дейін eSports World Cup ұйымдастырушылары алдағы Эр-Рияд жазғы чемпионатының жалпы жүлде қоры $60 миллион болады деп мәлімдеген.
Кәсіби ойыншылар Ларл, Малюрин және Донг, сондай-ақ Братишки мен Парадевич стримерлері ресейлік Forbes-тың 30-ға дейінгі 30 тізіміне үміткер атанды. Сонымен бірге Донг Шал ТВ порталының нұсқасы бойынша ақпан айындағы ең үздік ойыншы атанғанын есіңізге салайын. Бас премьер Spring Showdown 2024 турнирінде де MVP атанды. Ол Team Spirit командасы мен IEM Katowice 2024-ті жеңіп, керемет ойын көрсеткеннің арқасында үлкен танымалдылыққа ие болды. Бұл Forbes ұсынған үміткерлер тізімінде киберспортшылардың пайда болуы бұл саланың тез дамып жатқанының белгісі деп ойлаймын. Бұның арқасында олар одан әрі дамып, мансабында жаңа биіктерге жетеді деген үміттеміз. Геймерлер, енді сізге ыңғайлы болу үшін IKEA көмекке келеді. Швед жиһаз өндірушісі күзде шығатын топтаманы жариялады. Жинаққа пуф креслолары мен компьютерде жұмыс істеуге немесе ойнауға арналған креслолардан бастап, аксессуарларға арналған стендтерге, құрылғыларды сақтауға арналған жылжымалы шкафтарға дейінгі ыңғайлы заттардың толық жиынтығы кіреді. Коллекцияның қандай элементтері ойыншылар арасында ең танымал болатыны қызық болып тұр. Біз Cyber Алаң командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа байланысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің шығарылымдарды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagram парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі аптада кездескенше.